Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы әңгіме жазамын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар қарастыруды және жауап беруді. Мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді, сөйлем, суреттерді пайдаланып, әңгіме, қарапайым сөздер құрастыруды, сөйлемдегі сөздердің байланысын табуды үйренесіңдер. 38-ші жаттығу. Мәтін тақырыбы бойынша оның мазмұнын болжап көр. Қияндағы ұя. Балалар, қияндағы деген биік тау, беткейі, қия, шың, яғни биіктегі деген мағынаны білдіреді. Ал ұяны құстар салады. Биік жерге ұя салған құстар туралы білетін боламыз. Қияндағы ұя. Қос құранның бұл шатқалда екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартастар. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл да жайдан жай емес, ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнгенін сезсе, екінші ұя басып барып балапан басады. Балалар, мәтін не туралы? Әрине, ұя туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайықшы. Иә балалар, әрбір құс өзінің ұрпағын аман сақтап қалу үшін ұясын бірнеше түрін салады. Жарайсыңдар балалар. Бұл шатқалда қос құранның екі ұясы бар. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көрелік. Бұл шатқалда. Қай шатқалда? Бұл шатқалда. Қос құранның. Қандай құранның? Қос құранның. Екі ұясы бар. Қанша ұясы бар? Екі ұясы бар. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырмамды орындап шықтыңдар. 39-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құра. Керекті тірек сөздер: аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар, сулатып, құмарлар қанғанша ойнады. Балалар, ойнауымыз, әңгіме құрастырамыз. Ал балалар, әңгімелерін дайын болса, онда менің жауабыммен тексеріп көрелік. Тақырыбы қысқы ойын. Қыс келді, айнала аппақ, қалың қар. Балалар құмарлары қанғанша зулап, сырғанақ теуіп ойнады. Қыста аяз ата келіп балаларды қуантады. Қыс мезгілі маған ұнайды. Осы үлгінде әңгімелерді құрап жазуға болады. 40-шы жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз, сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Оны таза сақтау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Ал балалар, тексеріп көрелік. Тамаша, жарайсыңдар. 41-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастырып жаз. Балалар, мұқият суретке қараңдар. Бұл қандай жер? Бұл қандай қала? Бұл не екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұл Алматы қаласы. Бұл Медеу мұз айдыны. Балалар, Медеу мұз айдынында коньки тебу үшін қысты күтудің қажеті жоқ екен. Мұнда қыста ғана емес, күзде де көктемде де сырғанақ тебуге болады. Балалар,
Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, онда сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.